Kim? Sen zaten falan yok. Какое чувство? Чувствуем. Чувствуем болса. Чувствуем болса. Сен бағанадан бері түрлі нәрсе айтпайтын да. Кремес, Амар Айдана. Кремес. Ауыр тиіп жатыр ма ситуация? Не болды енді араларыңызда? Қандай сөзі қатты тиді? Шынайылық дейді. Қандай дұрыс емес әрекет істедің, ол шынайылығына күмән келтіресің деп сұрақ туындайды. Я бардым тойға. Еш нәрсе болмады. Сөзім келе алайыншы. Наян. Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар, амансыздар ма? Енді мына ситуациядан кейін қалайсыздар деп сұраған қате болар. Әрине. Енді көріп отырсыз өзіңіз, Айдана мен Әмірдің тарапынан Әмір өзі кесіп айтты, тоқтатамын деп. Бірақ Енді жаңағы әңгіменің шет жағасын түсінген адам ретінде айтайыншы, жалпы негізінде осы уақытқа дейін енді қыз өзінің мүмкін жаңағы жігіттің жақсы көретін біліп, оған мойынсұнбаған сияқты. Бойынсұнбаған, қалай айтылатын еді? Мойынсұнбаған сияқты деп ойлаймын. Иә, бағынбаған сияқты да. Бірақ жігіт өзінікін көрсете бастаған кезде қыздың махаббаты ойнап бастады да сол жерде. Содан кейін қазір қыз өзінің позициясында отырған сияқты, жоқ, мен тоқтатпаймын, маған керек адам. Өйткені ішіндегі сезімдерін сезіне бастады ғой. Мен мына адам жоғалтып алуы мүмкінмін деп. Өйткені Әмір оған сол сезімді бере алды қазірше. Мен сенен кете аламын деген сияқты сезімді бере алды. Және де бір определенно сол жерде болған ситуацияларға байланысты. Мен негізі шын айтайыншы, көрермендер де қарап отыр ғой. Өмірде осындай жағдайлар өте көп болады. Қыз бен жігіттің арасында мына жігіттің сіздерге берген махаббатын добротасын дейді ғой, сол нәрсені за слабость не принимайте. Жігіт сіздерге бір слабый деп ойламаңыздар да, қайта сіздерді қадірлеп, жақсы көріп тұрып, қызғанып тұрып болып жатқан сезімдерін қабыл алыңыздар. Ондай сіздерге өмірде кездесе бермейді. Шынайы сондай көрсеткен нәрселер дәл осылай сіздерден отказ беріп жатқан кезде ғана қыздардың мына жерінде жүрегінде ойнап бастайды да, мен жоғалтып бара жатырмын ғой. Сол ситуацияға жеткізбеңіздер қыздар дегім келеді. Сонда осындай заттар болмайды. Сонда елдің алдында отырып, жігітке қарап, менің позициямда бар, мен тоқтатпаймын деген нәрселерді айтуға мәжбүр болмайсыз. Жігітті, мен жауапкершілігі жоқ жігітті көріп отырмын деген сөздерді айтуға мәжбүр болмайсыз. Негізінде мен ойлаймын, өз-өзіне жауапкершілік алған Әмірді көрдім мен, наоборот. Қазір болашақта осы ауру махаббат болып кетпесіне өз-өзінің жауапкершілігін алып, мен соған қатты бойынсұнбайын деген еркекті көріп отырмын. яғни сезімін тұншықтырып, қанша көңілі болып тұрса да тоқтау қойды дейсіз ғой. Мысалы қараңызшы Ботагөз ханым, мына жерде мынандай ғой, өмірде негізі шынымен көптеген жағдайлар болады ғой, осындай өмірде ше. Менің де басымда өтті деген сияқты қаншама адамның басынан өтіп жатыр. Дәл осылай ер азамат өзінің махаббатын одан сайын көрсете беріп, кейбір жерлерінде жарайды қойшы көндім деп, сондай жерлерін сөйтіп бастаған кезде қыз бала не істейді? Автоматически сол добротасын басынып бастайды. Сол махаббатын өзіне қарсы қолданып бастайды. Әр қарай наглеть етеді да, дәл соны өзіне қарай қолданып, жоқ, мен сенен бір күні кетіп қала салам деген нәрсені айтып бастайды қыздар. Сондай нәрсеге жеткізбесінші дегім келеді да мен. Сонда осындай дүниелер болмайды. Яғни екі тараптан да дер кезінде бағалау керек бар сезімді, солай ма? Біз айтады ғой, қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді ғой. Қолдан кеткеннен кейін түсініп жатамыз да біз ол нәрсенің қадірін. Сондықтан сізді қадірлеп тұрма, сізге махаббатын беріп тұрма, бағалаңыздар. Дәл сол қадір мен махаббатты, қадір қасиетті жоғалтпаңыздар. Сіздерге, особенно қыз балаларға айтайын, ол нәрсені бағалау өте қажет. Өйткені сіздердің табиғаттарыңыз қыз. Сіздерді жақсы көру үшін дүниеге келгенсіздер шын негізінде. Гүл болып жайнап жүру керексіздер. Сөйтіп гүлі қылып жайнатқызайын десе, басынып бастайсыздар да. Сол нәрсе кішкене өмірлеріңізге үлкен қателіктер алып келеді. Сол нәрсемен жұмыс жасасаңыздар, мен айтамын, әр адам бір-бірінің қадірін білсе, сол кезде махаббат болады ол жерде. Енді көпшілік қауым көрермендер
көрермендер қатары бұл пранк шығар, біз пранк деп ойлаймыз деген көңілін білдіріп жатыр. Жоқ, жаңа жарнама кезінде мен Әмірге жақындап, енді шынымен уайымдап кеттім бұл екеуі үшінші. Әмірден сұрадым, Әмір не болып жатыр? Бір пранк жасап, не істеп жатқан жоқсыңдар ма? Немесе шынымен түсініспей жатсың ба десем, маған ситуацияның шет жағасын түсіндіріп берді өзі. Не деді? Ашып айта аласыз ба? Жоқ, ол жерде толық мен ол жерде болған жоқпын енді ол жерде. Сонда кінәні қай жақтан екенін хотя бы Мен жаңа айтып кеттім. Дәл мен тұспалдап айтып кеттім. тұспалдап айтқаныңызды көрермен түсінбей қалды. Мен айтамын, мен сізді аша алмай отырмын екі сол қыз бен себепті. жігіттің арасында болған нәрсені мен мына жерге айта алмаймын деп ойлаймын. Және айтқанда дұрыс емес деп ойлаймын. Мен халық түсінетіндей қылып айттым деймін. Қыз бала ер азаматтың махаббатын басынбау керек. Сол кезде осындай жағдай болмайды. Бұл тікелей үндеу бір кісіге. Жақсы. болды. Енді көрермендер қатары өздері түсініп алар деп Аян іштей өзінің ойындағысын жеткізді барынша. Жақсы. Өзіңіздің жеке басыңызға оралайық. Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Мадина қалай? Бәрі дұрыс, бәрі жақсы. Мадина сол шетелде қазір Хабарласып тұрсыздар ғой. әрине күнде хабардамыз, хат алмасамыз, хабарласамыз, видео алмасамыз, не алмаспай жатырық біз мысалға. Әзілдеймін. Негізі барлығы жақсы, керемет, күшті болып жатыр. Енді бір сағынып жатқан сезім жоқ па? Маған бүйтеді. Жақсы, бізде жарнама уақыты аяқталды. Келесі жарнамаға дейін көрермен. Келесі жарнамаға дейін. Жалпы ортада енді Әмір мен Айдан отыр, не ойлайсыз, Маржан енді? Біз шоковый состояниеде отырмыз. Күтпеген едік. Ең біздің топтың алдындағы ең андай керемет тәтті жүк деп жүрміз ғой. Идеальный мінсіз жүк деп. Мынандай ситуация болғанға Әмір бір нәрсе айта алмай жатыр. Араларында бір нәрсе болған. Содан сол кикілжің басталған. Бір жағынан да Біз білмейтін бір сыр бар сыр дейсің. бар сияқты соған Әмірдің көңілі түсіп, мен Әмірге жиі сұрайтын едім, сенде шынайы махаббат па әлде кештат жабы ма деп. Алдында ол шынайы махаббат деп жүрген, соңғы кездері ойланып жауап беріп жүрді. Соған мен де ойланып қалдым. Түсінікті. Сіз не ойлайсыз? Маржан сөзін толықтай қосыламын. Маржан не айтса да дұрыс. Бұл жерде не ойлаймыз, енді сыртта жақсы араласамыз, білеміз. Негізі жеке, өздерінің араларында негізі бір жанжал болып жатқаны бар. Оны көріп жүріп сыртта араласқаннан кейін де. Бірақ мен ойымша екеуі андай бір-біріне ренжіттерін айта алмайтын сияқты сыртта. Соны дұрыстап екеуі сөйлесетін болса, ашып айта алатын болса бір-біріне. Онда Былай енді ортада Әмір мен Айдан, жалпы сен көзқарасың қандай бұл ситуацияға? Негізі Әмір екеуміз қатты ұқсаймыз бір-бірімізге. Мен оған ұқсаймын, ол менің үлкен ғой. Ол адамның көңілін сүргісі келмейді, адамның жүрегін жаралғысы келмейді. Негізі мен көзімде тұрған картина, ол Әмір қашып жүр, Айдана қуалап жүр. Әмір неден қашып жүр? Ситуациядан. Ол деген бас қатырғысы келіп тұрған жоқ. Өйткені оны түріне қарасам ой жеп тастаған. Адам шаршататын ой ғой. Ол ойды қызға айта алмайды. Өйткені қыздың жүрегін жаралап алғысы келмейді. Негізі менің ойымша сондай. Қашып жүр, ол менің ойымша Әмірде сезім өшкен сияқты. Сонда Абылайдың айтуы бойынша Әмірдің сезімі өшті, ал Айдана бұл сезімнің артынан құлалап жүр ма? Мен солай көріп тұрмын. Абылайдың айтуы бойынша. Бұл менің ойым. Түсінікті, рахмет. Артық ойламаңыздар.